Ана балалар қашан келеді екен? Достар, сәлем. Мырқымбаевтар жазғы мектебіне қош келдіңдер. Мен балаларды күтіп отырмын. Олар жазда вообще сабақ оқымайды ғой. Қаңғырып жүрмесін деп осындай мектеп аштық. Енді ана балалар деген вообще білмеймін қалай олар білім алады. Қазір еще родина келеді ғой. Сасып келеді. Қалай айтамын енді ана жуынсын деп. Еще ана екі байдың қызы бар. Бізде еще качок бар ғой, ана ботаникқа тисе береді. Қазір мен соларға бағаларын қоюым керек. Үй тапсырмасын сұрауым керек. Олар үй тапсырмасын да істеймін. Енді қашан келеді екен? Қазір күтуім керек. Все. Қашан келеді? Келді. Ой, жаным-ау, сол кіре ғой, кір. Ең жақсы оқитын өзі қыз ботаник. Мына жерге отыр, сен жоғарыға шықшы. И беске оқып отырсың. Молодец. Енді қалғандар қашан келеді? Білмеген болатын. Да? Сабағымды оқу онда. Кім келді? Аша ғой. Алло, Казахстан! Қазақстан жақсы көрем деп. Новый оқушы келіпті ғой. Сен қайдан келдің? Қазақша түсіне ме екен? Африкадан келдің ме? Кішкене? Кішкене деп қояды. Нешеге оқыдың сен? Беске оқыпты. Отыр. Ботаниктің қасына отыршы, ботаниктің. Ол саған үйретеді қазір. Келе мына жерге отыр. Жоқ. Осы жерге отыр, аха. Ал енді қалғандар қайда? Ана екі қызымыз қайда, біздің бай қызымыз? Қашан келеді ол? Олар қазір ақшаларын көрсетіп, сабақ оқысын емейді олар. Бүгінгі тақырыпты білесіңдер ма? Қандай екен үй жұмысын? Ал, давайте. Кім үй жұмысын айтады? Сен давай жаз. Дайынсың ба сен? Сенде ручкада жоқ қой? Ручкаң қайда? На, ал енді мен ручкамды. Неге ручканы алып келмейсіңдер? Еще платная школа. Неужели болмайды? Қазір сен сосын айтасың. Сен білем ғой мен сенің білетініңді. Апай кіруге болады ма? Ой, байдың қыздары кетті ғой. Бірақ та біздер теперді ұмытып кеттік. Енді мен сендерге берем дәптерін істеймін. Сендер вечно осылай жүресіңдер. Ақшаларыңды шашып, қолдарында чипсы. Не істейміз енді? Отырыңдар енді мына жерге келіңдер. Ой, сылқындар Ал енді сабақтарымды оқымды. Не кірсем бірдеңе түсініп атсың ба өзі? Не жазып атсың құсын? Қыздар, ой, сылқындар. Беш ботаник, екі менен, екі дәптер. Екі парақ жүртпешін аларға, текке отырмас. Енді саусақтарымен жаздыр ма? Енді тырнақтарымыз ауырады, керек емес. Тырнақтарын айтсайшы. Негір, ауызға салма ручка. Салуға болмайды ручканы. Тағы біреу жүрсейші, ботаник саған не болды? Екі парақ дедің ғой, екі парақ. Не бәсе, әкет. Енді алыңдар. Красоты красоты. Сендер қазір білесіңдер ма? Үй жұмысын жазасыңдар. Маме, Давайте. Нан жауып қойыңдаршы, сабаққа неменге чипсы алып келесіңдер. Сосын да жеуге болмай ма? О, молодец, ботаник. Дұрыс. Мына екеуі отыр енді. Ой, бай, качок келді. Қалайсыңдар? Ой, бай. Мынау біздің атаман келді міне. Бұл да сабақ оқымайды. Дәптерің қайда? Мәсі. Мынау не дәптерін бәрі мұжып. Ручка қайда? Ручка қолмен жаз енді, қолмен. Давайте, бүгінгі сабақты оқыңдар. Әкей. Ол менің чипсім. Жарайды, бізде ақша бар, осы сатып аласың. Ботаник. Сосын кім? Ботаник сабақ айтады қазір. Качок, давай дәптеріңді ашты, сабағыңды оқы. Ал, давайте бастаңдар. Біздің уродка қайда?
білмейміз, жүрген шығар сасып сол. Иә. Енді оған қалай айтамыз? Қалай айтамыз оған жуынды? Қалай айтсақ болады? Ботаник сен дос деді ғой шақырсай? Иә, жуынсын. Командаш, Кішкене түсіндіріп уже. Сен досың емес па, точно? Иә. Сен онымен общение ұстаушы едің ғой? Ол кішкентай кезде болды. Сен оған бұрын кішкентай кезінде дос болса, енді айтсайшы қазір жуынсын деп. Мен Қазір қалай отырады ол мына жерге? Неге сен біздің... Мына қыздар қашып кетеді ғой. Иә, біз онымен бір столда отырмыз. Кішкене. Кім кіріңдер? Родина келді ғой біздің. Кір енді ал, кір. Туф, сасып кетті ғой мына жер. Жуынбайсың ба, кішкене хотя бы. Сен сабақ оқыдың ба, Родина? Апай орын алсайықшы біз. Иә, Отырыңдар енді бәріміз отырмыз ғой. Освежитель бар ма? Ботаник сен айтсай оған. Мен оған жіберді айтып, жуынбайды ол. Родина, кішкене жуынбайсың ба? Барлық сыныпты. Давайте, болды, давайте, оқиық. Енді жазғы каникулда сендер не істедіңдер? Айтыңдаршы. Біз екеуміз Дубайға барып қыдырдық. Иә. Сосын. О, шіркін. Да. Ай сайын самолетпен жүр. Көрініп тұр енді загарларынан. Кірпікті айтсайшы, тырнақта. Менде мынадай тырнақ жоқ қой, мұндай тырнақ. Но не деген тырнақ қане? Мә. Родина бізге екеумізге сондай істеп ал бірге. Мен тырнағымды қарасайшы тоже. Қайда мынандай негр болған. Бірінші жуынбасайшы. Қайда тырнақ? Мынау Родинаның шашын бетіне не шығып кеткен вообще. Мына шалбарын қараңдар. Сен қайда өзі? Қайда тұрасың өзі? Су бар ма үйінде сенің? Жоқ. Жуынсайшы сен кішкене. Менде үйінде бар су. Қылмаңдар. Очкиң берші ма? Қасиеті бар ма бір? Кетші. Біздің качок батам болып кетті ғой, батам. Жазып атыр ол. Негр, давай жазсайшы сен. Аты кім бұның? What is your name? What is your name? Джабари. Джабари? Джабари. Аты Джабари екен. Неткен аттар? Сендер Дубайға барып келіңдер ғой, сөйлессеңдер шыны ағылшыншамен. Біздің қасымызда переводчиктарымыз бар ғой. Енді сендер байсың. Давайте сендер экзамен тапсырасыңдар или ақша бересіңдер ма маған? Ботаник. Ақша бере саламыз. Кімге? Ботаникқа маған? Маған Давай. маған отызға. Сен әлі сабақ оқымайсың ғой, сен отыршы. Мазан алып тұттың ғой сен вообще. Немене алып келдің, качок сенің братчикаң ба? Мазан алып тұтты ғой еще. Мына ақшалар келді ғой маған. Жарайды енді. Істеп бере салайын енді ақшаны алып. Доллар жоқ па, доллар? Доллар. Үйде. Сейфіміздағы. Так, мен долларға істеймін ғой оны. Так, все болды. Екі қыз сендер өттіңдер экзаменға. Ал енді мыналардан сұрайық, мыналар не береді екен? Родина, сен не істейсің енді? Ботаник, сен ештеңе бермейсің ау. Сен бермейсің ғой. Өзін есептейсің ғой сен. Качок, не істейміз? Уақыт жоқ. Менің уақытты енді табу керек енді уақыт. Әйтпесе екке шығатын білесің бе сен? Негр, не шайнап отырсың? Сағыз шайнап отырсың ба? Давай сен де экзамен тапсыр давай. Өзі түсініп жатыр ма, түсінбей жатыр ма? Не айтып жатыр? Жаман сасып кетті, иә? Телевизор ашамыз ба, не істейміз? Бәріміз қосылып шантында сатып алып берейікші маған. Иә, сөйтіңдер сендер. Үйінде отыра алмаймыз. Үйінде ата-анаңа айтпай ма, шомылсын деп сасып. Мен неге үйрете бересіңдер? Неге мен үйрете бересіңдер? Менде адамым ғой.
не туда. Өй, қайда кетпе. Бородина кетпе. Кете берсін. Кеткен жақсы болды ғой, а? Кереміз. Туф, терезені ашайықшы. Мен носкиммен жаман сасаймын. Ой, ё-мо, расымен де иә солай ғой. Масқара. Негр бірақ сен үйреніп қалған шығарсың, иә? Африкада сасып қой, иә? Жоқ ондай емес па? Сен қалай шыдап отырсың ана жерде? Сасық иә. Ботаник, телефонды алып тастасайшы. Өзім миымды істей алмайсың ба? Очкиңді ауыстыратын уақыт болып қалды ғой. Скоро ерніне түсіп кетеді очкиң. Это лжешь. Ей, тиіспеңдер Джабарияға, Джабари. Негр. Жаңа Қалай бермедің ба, мен не келдім? жаңа ана неге уродинаға тепке тиістік. Жүрсін солай. Ренжіп қалды ғой, а? Ей, качок. Қыздар сендерді тиістіңдер, жаман тиістіңдер, сол уродинаға бар ғой. Ренжіп қалды ау. Бірақ та расымен де сасып кетті ғой. Ботаник. Сен де тиістің ғой оған? Сен подушкасы емессің ба оны? Кім келді? Мынау кім? Сен кімсің? Бізде жаңа оқушы ма не? Мынау анау не ғой? Его, Аруна, уродка. Кетші. Біздің уродина әдемі болып кеткен ба? Саған. Ана несі күшті болып тұр ғой. Қыздар. Ей, балалар. Әдемі кеткен ғой. Мен жерге кетіп қалған ғой барлығы. Саған көйлегі қандай әдемі. Жүр. Қараңдаршы. Мен жаңа оқушы деп қалдым ғой бұны. Yüzü прям күшті шықты ғой. Сасын шығардым. Сен бірінші рет сасымай келіпсің ғой. Бұрында сөйтпейсің. Күшті болып қапсың ғой. Аруна, сен әдемі болып кетіпсің, дос болайықшы. Иә. Күшті иісші. Әкел сен жеп болған шығарсың, қачек. Мә, чипсы Аруна жеп. Аруна күшті болып қапсың. О, дегенмен маған жетпейді. Туф, әйтеуір өздеріме. Не кірсе сабағын істеп болдың ау деймін, отырсың ғой, рахаттанып. Ыстықтаған жоқсың ба сен? Шашың күшті екен сенің бар ғой. Шашың ыстықтайды ғой, неше түрлі түстіге бояп алған ғой. Качок, сен осындай шаш өсірсейші? Осындай шаш өсіріп, осылай жүрмейсің ба? Негр сияқты, аяғы негрді қарасайшы. Туф. Качок, давай өсірсей сен шашын осылай қалды. Не үшін өшірем? Неге өсірмейсің? Әдемі ғой шашы. Жап-жаман ғой. Мен тренировкаларыма мешать етеді. Да, сен крутойсың ғой. Качоктың несі алып алғансың? Сурет салып алғансың ба? Не істеп алғансың? Татуировка. Жүрек салып алыпты. Качок, жүрегің слабый болсың ғой сен, жүрек салып алыпсың. Кіммен төбелескенсің сен? Түрін қарашы. Құттай, шырам. Түріңді жөндемейсің ба? Не анау? Ботаник, енді сен өзгеретін шығарсың, иә? Естіп қалып қоймай. Мен нормальмын. Нормальный дейді. Родина сенен жүз есе күшті басып кетті ғой. Күлкімді келсе сен оның подругасы деп те айта алмаймыз мына жерде. Мен сендерге больше үй жұмысын көшіруге бермеймін. Ақшаларыңыз бар. Сатып ала саламыз үй жұмысын. Керек те емес. Кетші бар сенде бір. Кетші бар. Апай, айтыңызшы мынаған. Качок, қойсайшы. Неге тисе береді? Саған бермейді ол үй жұмысын жазуға. Давай, ботаник, молодец, жазшы. Тиіспеші, ботаник. Тренировкана кетші, качок бар. Негр қады, күн көрсетіп деді ғой. Негрді күлей береді екен. Апай, біз кете берейікші. Асылып. Қайда кеттіңдер? Сендер маған айтпақшы не бердіңдер ғой? Ақша бердіңдер ғой, жарайды, бара беріңдер. Ал давайте, балалар, осымен біздің сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Качок, сау бол деп айтпайсың ба хотя бы? Туф, научын екен өз. Сау бол. Ботаник анау очкиін саған ауыстыру керек екен, расында да. Неше жыл болды уже киіп жүрген. Давай,
қалай дейді, гудбай дейді, гудбай. Давай, иә. Не, сенің атың кім атын? Мен сені олай айта алмаймын, жаман. Аруна, ой, красавица. Бізде Аруна енді красавица деп айтамыз. Шашы қалай әдемі өзінің. Все, давай, пока. Все. Давайте, достар, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарияға қандай персонаж ұнады, соны жазып кетіңіздер.